Баршаңызға сәлем. Жұмыртқа қабығының адам денсаулығына, сұлулығына қандай пайдасы бар екенін айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқаның қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтынын дәлелдеген. Жұмыртқаның қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келеді, қалқанша безі ауруларының алдын алады, гастрит жазылады, қан тазарады, балаларды рахит пен анемияның алдын алады, аллергия емделеді, шаш пен тырнақ қатаяды, безеу шықпайды, жүйке жүйесінің қызметі жақсарады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды, бірақ азағы аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуге тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі: жұмыртқаның ішіндегісін тазартып, жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып 5 минуттай қайнатады. 5-6 сағат кептіріп майдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде және шыны ыдыста сақтаған жөн. Сондай-ақ піскен жұмыртқаның қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі: 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады, ал 14 жастан асқан және жоғарғы ересектерге күніне 1-2 шай қасық мөлшерін қабылдау керек. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісінің эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жасты қалпыңызда сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екенін біріңіз білсеңіз, кейбіріңіз хабарыңыз болмауы мүмкін. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай, кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егер де сіз сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғынды да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шелтір секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықпен ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдерге көп шоғырланған аймақтарға жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасындағы жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені 2-3 қабат қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаймыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңізді құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз.
Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтардың жылы сумен жуып тастаймыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрыңыз. Жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажет етіп санамайтын жұмыртқаның қабығымен керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таң қаласыз. Сіздермен болған Ұлжан. Каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.